Не жаман, не жақсы. Сыбайлы жемқорлыққа қарсы мәдениетті тәрбиелеу енді балабақшадан басталады. Сарыарқа адалдық алаңы бағдарламасы аясында мектеп жасына дейінгі балаларға арналған адал бөбек жобасы іске қосылды. Ес білгелі мақтағыз бен мысық Аладдин секілді ертегілермен таныспай өскен бала жоқ шығар. Енді бүгінгі аңыз мазмұны мен мақсаты бұрынғыдан сәл өзгерек болмақ. Яғни бұл ертегілер басқа қырынан танылады. Балабақша тәрбиеленушілері бұдан былай әдеби кітаптар, ойындар, квест және түрлі шаралар арқылы өздерінің құқықтары мен міндеттерін үйрене бастайды. 4 пен 6 жас аралығындағы бүлдіршіндер үшін жемқорлық түсінігі тым күрделі деп ойлап отырған боларсыздар. Бірақ мамандар шенеуніктің кім және немен айналысатын олар тез ұғынып алатынына сенімді. Процесс правового воспитания дошкольников в условиях. Мектепке дейінгі ұйымдардың жағдайында мектеп жасына дейінгі балаларды құқықтық тәрбиелеу процесі келесі жағдайларда тиімді болады. Бұл азаматтылыққа негізделген құқықтық тәрбие бойынша жүйелі жұмыс, құқықтық тәрбие бойынша әртүрлі формалар мен әдістерді қолдану және балабақша мен отбасының бірлескен жұмысы. Осы жобаның аясында біз балалардан жемқорлық дегенді қаншалықты түсінетіндігі туралы сұрап білдік. Барлығы да шама шарққа келгенше жауап берді. Қорлық жасауға болмайды, өтірік айтуға болмайды, алдауға болмайды, жамансыз айтуға болмайды. Жемқорлық бір ол ешкімге бермейді и алмайды. Мен біреуге жақсы жасайым, бірақ ақша алмаймын. Жемқор деген бұл жаман зат. Ол затынды ешкімге беруге болмайды. Елімізде алғаш рет қолға алынған адал бөбек жобасы 3 жылда жүзеге асырылады. Биыл балаларды құқықтық тәрбиелеуге шаһардағы 5 бөбек жай ғана қатысады. Қазір білім бөлу қажетті оқу құралдарымен балаларға арналған жарқын буклеттер және кітаптар дайындауда. Әрине бұл жұмыс отбасы мен тәрбиешілердің бірлескен күш-жігері арқасында ғана тиімді болмақ. Как вы понимаете, все, что будет сформировано в дошкольном возрасте, даст хороший результат. Өздеріңіз білесіздер, мектепке дейінгі жаста қалыптасқанның бәрі жақсы нәтиже береді. Тек қазір ғана мұндай бағдарламалар нақты жобаланған және ғылыми негізге ие. Тәжірибесі мол педагогтар отбасымен бірлесіп жұмыс жасаса жақсы нәтижеге қол жеткіземіз. Келесі жылды мамыр айының соңына қарай білім бөлімі пилоттық жобаның нәтижесі бойынша дөңгелек үстел өткізбекші. Онда қатысушылар бағдарлама жетістіктерін талқылап, қажетті түзетулер енгізбек ниетте. Ал жаңа оқу жылынан бастап шаһар балалары құқықтық білім алады. Болашақта бұл мектептерде де кеңінен қолданылмақ. Айжарқын Сейсен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, Бірінші Қарағанды телеарнасы.